2020 жылы 200 теңгелік монета қолданысқа шығатыны жайлы былтыр жазылған. Ұлттық банк жаңа монетаның қандай болатыны жайлы ақпар таратты. Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 2020 жылғы 28 қаңтарда номиналдық құны 200 теңгелік биколорлы монеталарды айналысқа шығарады. Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы президентінің 2018 жылғы 12 желтоқсандағы нөмірі 804 жарлығымен бекітілген ұлттық валюта Қазақстан теңгесі банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сәйкес орындалды. Биколорлы айналыстағы монеталар дизайнының стилистикасында шығыс және батыс мәдениеттерінің көркемдік элементтерінің үйлесімі көрініс береді. Монеталардың сыртқы сақинасы нейзельберден жасалған, ішкі дискі никельді жезден дайындалған, қыры тегіс және бедерлі секторлармен кезектесіп отыратын 16 ойықпен бедерленген. Монеталардың сырт жағында орталық бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы, айналдыра эмитент елді білдіретін Қазақстан Республикасы деген жазба бейнеленген. Монетаның төменгі жағында соғылған жылын білдіретін 2020 деген жазу бар. Монеталардың бет жағында орталық бөлігінде номиналын білдіретін және номинал цифрының кескінін қайталайтын көлденең сызықтар бедер аясында орындалған 200 деген жазу бар. Монетаның жоғарғы және төменгі бөліктерінде тік сызықтар түрінде орындалған ою-өрнек кескіндері. Монетаның төменгі бөлігінде тарамдалған сызықтар аясында орындалған ұлттық валютаның мәтіндік атауын білдіретін теңге деген жазу. Монетаның сол жақ бөлігінде Қазақстан ұлттық банкі эмитент банкты білдіретін КОБ аббревиатурасы бар. Монетаның оң жақ бөлігінде Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі. Металл құрамы нейзельбер нибрас. Салмағы 7,5 грамм. Диаметрі сыртқы сақинасы 26 мм, ішкі дискі 18,3 мм. Қалыңдығы 1,90 мм. Қыры 16 ойықтар. Айта кету керек, номиналы 200 теңгелік банкноттар заңды төлем құралы болып қалады және айналыстан табиғи тозу шамасына қарай алынады.